Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сандардың жүздігін, ондығын, бірлігін ажыратуға арналған бір тапсырманы жасаудың жолын көрсетеміз. Қараңыздар, ол үшін үйде жай ғана қима қағаздарды төртбұрыштылап кесіп, ақ парақтан жүздерді, ондарды, бірлерді жазып қоюымыз керек болады. Содан кейін үстелдің үстіне ақ параққа жүздік, ондық, бірлік деп жазып, енді санды жазайық. Мысалы 421 саны. Енді баладан сұраймыз. 421 санында неше жүздік бар? Сол қиып қойған, алдын ала дайындаған қағаздардан балалар үстелдің партаның үстіне сіздерге көрсетеді. 1 жүздік, 2 жүздік, 3 жүздік, 4 жүздігі бар. 4 қағазды орналастырады, 4 жүздік. Ондықтардан екеу бар. 1 ондық, 2 ондық. Бірліктен біреу. 421 санында 4 жүздік тұр, 2 ондық тұр, 1 бірлік тұр. Балалар көрнекі түрде көз алдарына елестетіп, санның жүздігін, ондығын, бірлігін түсіне алатын болады. Тағы да келесі мына санды өшіріп, балаларға келесі санды жазып көрсетесіз. Олар тағы да сіздер қиып қойған қағаздардан осылай көрсетіп беруін сұрайсыз. Мысалы, 353 сан. Жүздігін 1 жүздік, 2 жүздік, 3 жүздік, үшеуін орналастырып береді. Енді ондығына қараймыз. Ондығы 5 ондық. 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық. Бесіншісі симай жатыр, 5 ондық, е? Балалар ұзын болғанда, мына жаққа ондықтарды астасына, партаның үстіне орналастырып береді сіздерге. Мұнда 5 ондығы, 3 бірлігі бар. 3 бірлігі, 3 жүздік, 5 ондық, 3 бірлік. 5 ондығым 50, 3 жүздігім 300, бірліктен үшеуі 3. Келесі бұл тапсырманы басқаша түрлендіріп жасасаңыздар болады. Өздеріңіз осылай жүздіктерді, ондықтарды, бірліктерді орналастырып алғаннан кейін баладан сұраңыздар, бұл қандай сан деп. Санаймыз, жүздігі 2, жүздігі 2. Ондығын санаймыз, 1, 2, 3. Ондығы 3, бірлігі 1, 2, 3. Сонда бізде 233 деген сан шықты. Жүздігі 2, ондығы 3, ондықтан бірліктен 3, 233. Егер осындай қима қағаздан дайындап қойып, күнде балалармен орындаған жағдайда, олардың ойларында қалыптасады жүздікті, ондықты, бірлікті ажырату. Сіздерге көп қажет емес, мысалы жүздіктен 9 тал, ондықтан да 9 тал, бірліктен де 9 тал қиып қойсаңыздар ақ парақтан. Содан кейін отырып, тек қана мына жердегі санды өзгерту арқылы бірге отырып үйретсеңіздер болады.